Саламатсыздар ма? 8А сыныбы. Берілген тақырып орындалды. Фотосинтез үдерісін модельдеу. Бұл біздің макетімізде фотосинтез процесінің көрнекті құралдары көрсетілген. Және оның анықтамасын және элементтерін айтайық. Фотосинтез дегеніміз күн энергиясын химиялық энергияға айналдыруы. Бұл күн энергиясы. Күн энергиясы күннен шығатын жарық энергиясы. Ол фотосинтез үшін өте маңызды. Ал бұл көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газы өсімдіктерге өте маңызды. Олар ауа ретінде келетін газ. Бұл хлорофилл. Хлорофилл өсімдіктің жапырағында болатын жасыл пигменті. Ол өзіне жарық энергиясын сіңіріп алып, фотосинтездің жүзеге асырады. Бұл глюкоза. Глюкоза ол деген фотосинтез жүзеге асқан кезде шығатын органикалық қан. Ол өсімдік үшін энергия көзі ретінде келеді. Бұл минералдар. Минералдар тамырлар арқылы сіңіріліп, өсімдікке сіңіріліп алады. Өсімдік үшін минералдар өте маңызды. Бұл су. Су да тамырлар арқылы өсімдікке сіңіріледі. Олар оған қоректі заттар болып келеді. Ол да фотосинтез үшін маңызды. Ал бұл макетте фотосинтез процесінің көрнекті құралдары белгіленген.